Хабар 24 арнасында ауа райы болжамы. Алдағы тәуліктегі метео құбылыстармен мен Әсем Омар таныстырамын. Сіздер білесіздер ме, күннің бетінде дақтармен қоса сирек болса да магниттік талшықтар кездеседі екен. Бұл жөнінде толығырақ хабарымыздың соңында айтып беремін. Ал қазір 7 желтоқсандағы еліміздегі синоптикалық ахуалға назар аударайық. Бейсенбіде Қазақстан солтүстігінде атмосфералық қысым артып, жауын-шашын сейрейді. Көшпелі болып шығып, ауаның тәуліктік орташа температурасы сәл ауытқып отырады. Көкшетауда күн райы тұрақты, қар жаумайды, тал түсте -4. Қостанайда да ағылпа түспейді, 4 градус 0-ден төмен. Петропавлда да шаңғы тебу маусымын ашуға әлі ертерек, сынап бағаны -5 градусты көрсетеді. Ел батысы арқылы жылы атмосфералық фронт өтеді. Соның салдарынан аспанды бұлт қаптап, аздаған жауын-шашын түседі. Ақтөбеде қар жауып, кешке қарай жел күшейеді, күндіз -5. Оралда қар қылаулайды, тал түсте 4 градус 0-ден төмен. Атыраудағы атмосфералық жағдай құбылмалы, бірде қар жауса, енді бірде лездақ еріп кетеді. Күн суытып, артынша қайтадан жылынады. Бейсенбіде мұнда 1 градус 0-ден жоғары. Ақтауда жылы ауа ағыны еніп, сынап бағаны +5 градусқа дейін көтеріледі. Жауын-шашын түсуі мүмкін. Республика оңтүстігі антициклонның елігінде болады. Соның әсерінен өңірде күн жылы әрі құрғақ, ал ауа температурасы желтоқсан айының бас кезіндегі климаттық межеге сәйкес келеді. Дегенмен Қызылордада қыстың белгілері аса байқалмайды. Күндіз күн ашық әрі жауын-шашынсыз +2. Шымкентте бұдан 1 градусқа жылырақ. Таразда тау түсте 0-2 градус шамасында. Талдықорғанда жел күшейіп, оның бағыты өзгереді. Атмосфералық қысым күрт төмендейді. Метеорологиялық өзгерістерге сезімтал жандар үшін мұндай күн жайсыз саналады. Күндіз 5 градус 0-ден төмен, жауын-шашынсыз. Өзге өңірлермен салыстырғанда мемлекет шығысы Сібір антициклонының орталығына бір табан жақын орналасады. Сол себепті аймақта күн ашық болмақ. Өскеменде түнді -17 градусқа дейін аяз болады, күндіз 9 градус 0-ден төмен. Семейдегі ауа температурасы желтоқсан айының басындағы нормаға жуықтайды, -7. Павлодарда қар жаумайды, -6. Орталық Қазақстан бұрынғысынша антициклонның ықпалында қалады. Күн бұлттанып, ауа температурасы төмендейді. Жезқазғандықтар қардың жауын тағатсыздана күтіп отыр. Дегенмен тағы да ағылпа түспейді. Күндіз сынап бағаны -7 градусты көрсетеді. Кеншілер шаһарында да келіп жеткен қыстың қаһары сезіле қоймайды, мұнда да қар жоқ. Бірақ ауа температурасы желтоқсан айында қалыпты деңгейге сәйкес келеді. Түнде 15 градус аяз, күндіз 7 градус 0-ден төмен. Алматыда сынап бағаның көрсеткіштері бірде көтерілсе, енді бірде төмендейді. Мұндай құбылмалы жағдай жолдардағы ахуалды қиындатып, асқан сақтықты қажет етеді. Күндіз +1, түнде 8 градус 0-ден төмен. Атмосфералық қысым 690 мм-ге тең. Ал Елордада түнде көшпелі бұлт шығады, жауын-шашынсыз. Түнде -13, күндіз 5 градус 0-ден төмен. Геомагниттік алаң тұрақсыз. Сонымен күн дискісінің бойымен жылжып отыратын магниттік талшық та тұрақсыз келеді. 2 аптаға жуық астроном ғалымдар аталған көріністі бақылаған болатын. Естеріңізге сала кетейік, күн талшығының басым көпшілігі сызықты болса, мұның пішіні дөңгелек, ал диаметрі 125 000 шақырымға жуық. Bir қызығы, магниттік алаңдар айналған кезде өзара тоғысып жарылады екен. Сіздермен бірге болған Хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.